Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен осылай үй жағдайында нан пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте керемет, дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Егерде каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеом ұнаған болса, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыз. Өте жылдам дайын болады. Үй жағдайында осылай пісіріп жесеңіздер болады. Бұл нанды дайындау үшін мен 200 грамм сүтті жылытып, үстіне жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 100 грамм сұйық май, кішкене 1 қасықтай қаймақ қосып жібердім. Және шамамен 300-350 граммдай ұн қосып, қамырымды илеп дайындап аламын. Мінекей, дайын болған қамырды бетін жауып, жылы жерге бір жарты сағатқа қойып қоям. Қамыр көтерілу керек әдемі болып. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қамырым көтеріліп дайын болды. Енді қолымды кішкене майлап жіберемін да, осы қамырды алып, теңдей етіп екіге бөлемін. Екіге бөліп, жаңағы батонның формасын келтіріп, осылай жасап алыңыздар. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Мінекей, осылай бетін кесіп, арнайы ыдысқа ішіне май жағып, осы ыдыстың ішіне нандарымды салатын боламын. Сосын бетін жауып, тағы да бір 10-15 минутқа қойып қоям. Наным көтерілу керек. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, оның үстіне күнжут септім. Мінекей, күнжутты себу міндетті түрде емес, ол өзіңіздің қалауыңыз. Сеппей қойсаңыз да болады. Менің наным дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, иісі деген енді керемет. Осылай жасап көріңіз менімен бірге, міндетті түрде өте дәмді болып пісіп шығады. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Күнделікті шығатын жаңа видеомды қарап, менімен бірге солай жасап көріп отырыңыз. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Мінекей, арасы да әдемі болып көтеріліп, күшті болып пісіп шықты. Қараңызшы, қандай керемет. Осылай жасап көріңіз, міндетті түрде сау болыңыз.